Сіз бай бола аласыз. Джозеф Мёрфи. 12-ші тарау. Рухыңызды көтеріңіз де байыңыз. Інжілде айтылған: мен жер бетінен көтерілгенде бәрін өзіме жақындатамын. Бұл сөздердің рухани мағынасы бар Інжілдегі басқа сөздер сияқты шығыстық идиоматикалық тілмен жазылған. Олар бізге өзімізді кедейліктен, аурудан, таршылдықтан, әртүрлі кедергілерден қалай құтқару керек туралы айтады. Адам өзі көтерілу үшін тілектерін де көтеру керек, мақұлдау деңгейіне. Сонда олар өмірде орындалады. Көтерілу қабілеті бар адам назарын Құдайға аударады. Оның күшіне, ақыл ойын сол жерге тоқтатады. Егер Құдайдың күшіне көңіл бөлсеңіз, одан жауап аласыз. Сенім, ақылдылық, күш-қуат сияқты. Сонда сіз көтерілесіз. Бұрынғы қалыңыз кетеді, жаңасы келеді. Жақсы істерді көңілсіздік күйде істеуге болмайды. Қиялды елестетіп отырып, оның нақтылығын ойлаңыз. Сонда сіз барлық кедергілерден жоғары боласыз. Ішіңізде Құдайдың барын сезінсеңіз, сіз ақыл ойыңыздағы қараңғы көлеңкелерді жоясыз. Сіз кедейліктен байлыққа көтеріле алмайсыз, тек суға батып бара жатқан біреуді құтқарған үшін немесе бір миллионермен кездескеніңіз үшін. Мына қарапайым ережені есіңізде сақтаңыз. Сіз әрқашан өз мінезіңізді көрсетесіз. Себебі мінез деген ол тағдыр. Керемет биіктікке қалай көтерілуге болады? Өзіңіздің қабілеттеріңізді, дарыныңызды, күш-қуатыңызды көрсетіңіз және ынта қойып, өзіңіздің ішкі күштеріңізді білуге тырысыңыз. Сонда сіз керемет биіктікке көтерілесіз. Алтын ережені ұстанатын жігерлі, өзіне сенімді, іскер бизнесмен табысқа жетеді. Оған біреу көмек бере ме, немесе конгрессменмен кездесе ме, тотализаторда ақша ұтып ала ма, бұлардың табысына қатысы жоқ. Сіздің мінезіңіз, ішкі көзқарасыңыз сізді жеке тұлға ретінде қалыптастырады немесе бұзады. Бұл сізге, туған еліңізге, сіздің бизнесіңізге, сіздің шіркеуіңізге, тағы басқа мекемелерге байланысты ақиқат. Егер сіз көпшіліктен жоғары тұрғыңыз келсе, онда Құдайдан өзіңізге қажет нәрсені сұраңыз. Сонда ол береді. Күнделікті медитация арқылы санаңыздың астыңғы қабатына тілеген қасиетіңізді енгізе аласыз. Жеңіп шығудың қуанышы. Сіз өмірге өсу, кемелдену үшін, ішіңіздегі Құдайды тану үшін келдіңіз. Әртүрлі проблемалармен, қиындықтармен, кедергілермен кездесіп, оларды жеңу үшін. Қуаныш жеңіп шығуда. Егер өмірлік кроссвордтың барлық торлары сіз үшін толтырылып тұрса, онда бұл дүние сізге қызықсыз, тұщы болып көрінер еді. Инженер қуанады, егер көпірді салған кездегі қиындықтарды, кедергілерді, сәтсіздіктерді жеңсе. Бұл өмірге сіз менталды және рухани құралдарыңызды қайрау үшін келдіңіз. Сонымен бірге ақыл мен күшке толу үшін. Ондай болмағанда, сіз Құдай берген маңызды білмес едіңіз. Кішкентай ұлыңыз әрқашан сізге арқа сүйеуіне жол бермеңіз. Ол әжептәуір өскеннен кейін оған әртүрлі жұмыстарды істеуді үйретіңіз. Ал ол үшін жұрт оған ақша төлейді. Еңбекті бағалауды үйретіңіз. Көршінің шөбін шапқаны үшін, не газеттер сатқаны үшін алған ақшасы істеген жұмысы үшін жалақысы екенін түсіндіріңіз. Сонда балаңызда мақтаныш сезімі пайда болады. Істеген еңбегі үшін. Соның арқасында ол өзіне сенімді болады. Басқа адамдармен жақсы қарым-қатынаста болуды да үйретіңіз. Сонда ол өзі де көтеріледі, басқаны да көтереді. Жылауық, шағымданушы болмайды. Өз еңбегімен тапқан ақшаны бағалайды, сақтайды. Сіз берген ақшаны оңай жұмсағанда емес. Бұл басқа. Басқаларды қалай көтеруге болады? Басқаларға берген сыйлықтарыңыз жөнінде ұқыпты болыңыз. Адам өз мүмкіндіктерін өсуге, алға жылжуға пайдалануына бөгет болмаңыз. Егер жас жігіт оңай және жиі ақша көмек алатын болса, онда сол оңай жолға түсіп, өз қабілеттерін аша алмай қалады.
өз бетімен алға жылжи алмайды. Үздіксіз жәрдем оның қайраттылығын бұзады. Өзінің ішкі күштерін ашып қиындықтарды жеңуіне мүмкіндік беріңіз. Олай болмаған жағдайда сіз оны әлжуаз қыласыз. Ылғи біреудің жәрдемін іздейтін. Бір әйелге мен кеңес бердім. Өзінің шығыстан келген туысы үшін тоңазытқышты толтырмауға. Оның көзқарасы былай болатын: бейшара Том, бұл жерде ол мүлдем бөтен, оған жұмыс табу сондай қиын. Ол оның тұрған үйінің ақысын төлейтін, азық-түлікті сатып алатын және оған анау-мынау шығынына қалтасына ақша да салып беретін. Ол жұмыс тауып алғанша деп ойлайтын. Бірақ ол ешқашан жұмыс тауып алған жоқ. Нағыз арамтамақ болды. Тіпті ол әйелге ренжитін: ақшаны аз бердің деп. Рождестволық қонақасына шақырылған ол күміс ыдыстың көбісін ұрлап алды. Туысым неге бұлай істеді? Мен оған соншалықты жақсылық істедім ғой, деді бұл әйел. Ол туысына кедейлік көзқараспен қарады. Қайта оны көтерудің орнына Құдай оған өз орнын табуға көмектеседі деп. Бірақ ол оны жалба-жұлба киінген адам деп сезінді. Туысы соны түсінді. Істеген әрекеті соған сай болды. Әрине, шынымен аш адамға көмектесу керек. Ол дұрыс, бірақ әуелі әбден біліп алыңыз. Ол арамтамақ болып біреудің мойнына отырып алмасын. Сіздің көмегіңіз Құдайдың нұсқауына негізделу керек. Сіз оған өзін-өзі табуға көмектесуіңіз керек. Басқаларға үйретіңіз. Байлықты қалай табу керек, өзіне қалай сенімді болу керек. Сонда оларға қайыр садақаның қажеті болмайды. Бәрімізде көмек бергіміз келеді, бірақ біреудің жалқаулығына, мінезсіздігіне, енжарлығына жол бермеу керек. Мінез деген ол тағдыр. Егер сіздің белдемшеңіз болса, оны сіз үшін біреу жасап берді. Ал сіз басқалар үшін не істедіңіз? Жұмыс істейсіз бе? Бар қабілетіңізді пайдаланасыз ба? Көп қайыршылар бар. Олардың дені сау, бірақ қайыршылықты мамандығы қылып алған. Егер сіз оларға садақа берсеңіз, онда олар жұмыс істемейді. Арамтамақ болып алған. Олардың кейбіреуі өте бай, керемет үйлері, автомобильдері Лондонда, Нью-Йоркте, тағы да басқа жерлерде болған. Әр адамның ішінде әлі пайдаланбаған қабілеттері, күш-қуаты, байлығы бар түпсіз кеніште. Әр адам өзі үшін жауап береді. Балалар қоғам алдындағы жауапкершілігін сезіну керек. Біз адамзаттың кішкентай бөлшегіміз. Сіз өз үлесіңізді қосуыңыз керек. Біреу ескекпен еседі, біреу автомобильдің рөлінде отырады. Өмір бізге сыйақы береді: сенім, төзімділік, батылдық, қажырлық үшін. Адамның мінезі қиындықтарда жеңу арқылы қалыптасады. Мінез деген ол тағдыр. Сіздің ішкі сүйенішіңіз. Құдайға сүйеніңіз, адамдарға емес, үкіметке емес. Үкімет сізге еш нәрсе бере алмайды. Әуелі сізден бір нәрсені тартып алмай. Оған қоса мынандай заңдарды шығаратын үкімет жоқ. Үйлесімділіктің, қуаныштың, молшылықтың, қорғанудың, ақылдылықтың, теңдіктің, өркендеудің, тілектестіктің заңдары негізінде. Бұның бәрі біздің ішкі рухани дүниемізден келеді. Тек арамтамақ қана өзінің атының тегінің сыртқы сүйкімділігінің арқасында күн көреді. Онда да ол адамдар түсінгенше іші оның бос екенін. Сонда ғана ол төмендейді. Оның ішкі тірегі жоқ, күші де жоқ. Ол керемет биіктікке қалай көтерілді? Бір Лос-Анджелестегі бизнесмен маған әңгімесінде 1929 жылы биржалық құлдырау кезінде бәрін жоғалтқанын айтты. Ондай жағдай інісімен де болған. Әрқайсысы $1 миллион артық қаржысы болған. Інісі өзін-өзі мерт қылды. Оның айтуынша бәрін жоғалтқан соң не үшін өмір сүремін деген екен. Ал бұл бизнесмен өзіне былай деді: мен ақшамды жоғалттым, онда тұрған не бар? Менің денсаулығым тамаша, сүйікті әйелім бар, қабілетім, дарыным бар. Мен ол ақшаны қайтадан табамын. Құдай маған жол көрсетеді де жаңа есікті ашады. Мен миллиондар табамын деген екен. Ол кез келген жұмысты істеді, бағбан да болды, біртіндеп аздаған ақша жинады. Оларды акцияларға салды. Содан олардың курсы керемет биіктікке көтерілген сәт болған.
Ол басқаларға кеңес берді, олар да табысқа жетті. Ол биіктікке көтеріле алатын адамдардың категориясына жатады. Ол өз бетімен көтерілді, себебі ол білетін, Құдайдың күші оған жол көрсетеді, кеңес береді. Ол ішкі рухани резервін пайдаланып, одан күш, батылдылық, ақылдылық, басшылық алады. Құдайдың байлықтары сіздікі. Інжілде айтылған екен, Құдайға жақындаңыз, сонда ол да сізге жақындайды. Демек, шексіз интеллект сіз үшін жауапты. Шақырсаңыз жауап береді. Мен және әкем бірміз. Сіз және Құдай бірсіз. Акцияларға, жер меншігіне, үкіметке, туыстарыңызға, тағы да басқаларға арқа сүйемеңіз. Ішіңіздегі Құдайдың күшіне сеніңіз. Ол сізді әрқашан қолдайды және қорғайды. Сырттан көмек іздегенді қойыңыз. Ішіңізге үңіліңіз. Егер сіз көмекті сырттан іздесеңіз, онда ішіңіздегі Құдайдың байлығын мойындамағаныңыз. Сол себепті күшіңізді, ақыл-ойыңызды азайтасыз. Өзіңізге сеніңіз, рухани болмыс ретінде. Адамгершілігі мол, өзіңіздің құдайлық болмысыңызды сезініңіз. Бұнымен қоса, сіз ішіңіздегі керемет әдемілікті босату үшін келгеніңізді сезініңіз. Әрқашан биіктікке көтеріле алатын адам болыңыз. Шексіз күш сізді қолдайтынын сезініңіз. Ол күш сізді көтереді, жазады, дем береді, сізге жаңа есіктерді ашады, жаңа идеялар береді және әрқашан қорған бола алады. Кеше де, бүгін де, ертең де. Сіз тек сол Құдайға сеніңіз. Сонда сіздің өміріңіз керемет болады. Ондай адам жаһандық проблемамен кездескенде өзіне былай дейді: бұл проблема Құдай жолымен шешіледі. Проблема бар, бірақ Құдай да бар. Сонда ол жеңеді. Кез келген қиыншылықтарды, сәтсіздіктерді, техникалық проблемаларды ол сеніммен, батылдықпен жеңеді. Ол алға жүреді, ауру, қорқу, надандықты жеңеді. Адам нақты өмірдегі кедейліктен құтыла алмайды, өзінің ақыл ойындағы кедейліктен құтылмай. Ескі мақал бар: әлсіз шөжені мықты шөжелер өлімші етіп шоқып тастайды деген. Өзін әлсіз деп сезінетін оқушыны күшті балалар шоқып тастайды. Ондай баланың өкінішке орай рухы да нашар. Ал егер ол сотқарға қарсы шықса, батыл қарсыласса, онда ол сотқар кейін шегірнеді. Барлық жағдайдан биік бола аласыз. Өзіңіздің қадір қасиетіңізді және адамгершілік маңыздылығыңызды Құдайдың ұлындай сезініңіз. Басқалардың жаман сөзінен, сынынан сіздің қорғаныңыз бар. Себебі сізде оларға қарсы тұратын Құдайдың әрекеті бар. Егер сіз ішіңіздегі Құдайдың баршылығын биікке көтерсеңіз және оған сүйіспеншілік көрсетсеңіз, онда барлық адамдар, тіпті жауларыңыз сізге жақсылық істейді. Қайғы қасіреттен бас тартыңыз және еш уақытта ешбір жағдайға берілмеңіз. Сіз көзге көрінбейтін абстракты затсыз. Менталды түрде барлық жағдайдан биік бола аласыз. Авраам Линкольнға айтқан екен, оның кабинетінің мүшесі, қорғаныс министрі оған жала жауып өсек айтқан, оны надан бедуин деп атаған. Сонда ол былай депті: қорғаныс министрі есебінде ол бұрын болғандардың бәрінен ең жақсысы деген екен. Ешкім оның мен дегенін жаралай алмайтын. Себебі ол білген өзінің күші неде екенін. Ешкім оның алға жүруіне бөгет бола алмайды, өзінің ақыл ойынан басқа. Линкольн өзін адам ретінде биікке көтерді. Өзінің ішіндегі Құдайды сезінді. Сондықтан ол күш алып, өзінің елін биікке көтерді. Өзіңізге өзіңіз сүйкімді болыңыз. Сіз мүмкін кейбір ақ көңіл сымақтарды білетін шығарсыз. Олар балаларға зорлық көрсеткендерді, сексуалды маньяктарды, тағы да басқа психикалық ауытқуы бар адамдарды босатуға жолдарын іздейді. Олар болса, бостандық алғаннан кейін қайтадан зорлауға, тіпті өлтіруге барады. Ондай хабарлар газеттерде өте көп.
рухани көтерілу үшін басқаларға көмек көрсетер алдында ең әуелі сіз өзіңіз ақылдылыққа, түсінушілікке көтерілуіңіз керек. Сіз өзіңізде барды ғана бере аласыз. Ақкөңіл сымақтар өздерінің кемшіліктерін басқалар арқылы толтырады. Соқыр-соқырды ертіп жүре алмайды. Өзіңізден басқа ешкімді өзгертудің қажеті жоқ. Өзіңізге өзіңіз сүйкімді болыңыз. Сіздің нағыз мен дегеніңіз ол Құдай. Ішіңіздегі Құдайдың болмысын биікке көтеріңіз, қастерлеңіз, сыйлаңыз. Сонда өз жақыныңызды жақсы көресіз, сыйлайсыз. Сіздің жақыныңыз сізге ең жақын адамдар. Сіздің жақыныңыз Құдай. Егер Құдайды жақсы көрсеңіз, онда барлық адамдарды жақсы көресіз. Рухтанған адам Құдайды өзінің ішінен табады. Сол себепті өзін күшті сезінеді. Құдай оны қорғайды. Ол өмірге алға жүру үшін, келгенін білет, жеңу үшін. Себебі Құдай шексіз интеллект жеңілуді білмейді. Ол Құдаймен бір тұтас екенін білет. Сондықтан қорықпайды, түңілмейді. Өзін өзі жаңаша бағалауға ие болу. Рухтанған адам былай дейді: бұл тілекті маған Құдай берді, ал Құдайдың даналығы оны орындаудың ең жақсы жоспарын маған көрсетеді. Мұндай көзқарас түңілуді болдырмайды. Біз өзара тәуелдіміз. Мүмкін сізге дәрігер, заңгер, психолог, балташы қажет шығар. Ал оларға сіз қажет шығарсыз. Біз бір-бірімізге керекпіз. Сонымен бірге әрқайсымыздың ішіндегі Құдайды мадақтауды ұмытпайық. Әр адам Құдайдың ұлы, ол еркін, қуанышты, табысты. Мәймеңкелікті қойыңыз. Өмірдің иіріміне түспеңіз. Өзіңіздің өміріңіз үшін ақталмаңыз. Өзіңізді өзіңіз жаңаша бағалаңыз. Жылан бауырымен жорғалайды. Тастың астына жарықтан тығылады. Егер өзіңіздің кемтарлығыңызды, әлсіздігіңізді сезінсеңіз, бойыңызда құрттың көзқарасы пайда болса, онда өмірді жер бауырлап өтесіз. Өзіңізді сыртқы жағдайлардың құрбаны деп санайсыз. Егер сіз істеген ісіңіздің дұрыстығын сезінсеңіз, онда санаңыздың астыңғы қабаты соған тиісті жауап береді. Демек, сіз барлық кедергілер, тосқауылдардан жоғары биікке көтеріле аласыз. Тараудың қысқаша мазмұны. Бірінші, жоғары дәрежеге көтерілген адам болу үшін өз тілектеріңізді биікке көтеруіңіз керек, мақұлдау дәрежесіне дейін. Содан кейін олар өмірде болады. Өзіңіздің ішкі көрінісіңізге сеніңіз, оның нақтылығын ойлаңыз. Екінші, сіздің мінезіңіз немесе ішкі көзқарасыңыз жеке тұлғаңызды қалыптастырады немесе бұзады. Үшінші, жер бетінде екі категория адамдар бар: биікке көтерілетіндер және оларға сүйенетіндер. Төртінші, басқа адамды қолдаңыз, сезініңіз, оның Құдайдың шексіз байлығымен бір тұтас екенін, сонда ол өркендейді, күтпеген дәрежеге жетеді. Бесінші, сіздің мінезіңіз ол сіздің тағдырыңыз. Өмір сізді батылдық, сенім, шыдамдылық, табандылық үшін бағалайды. Мінез қиындықтарды жеңген кезде қалыптасады. Алтыншы, Құдайдың байлығы сіздікі. Себебі Құдай немесе шексіз интеллект сіз үшін жауапты. Сұрасаңыз, сізге де жауап береді. Жетінші, сіз кез келген жағдайдан жоғары бола аласыз. Егер ішіңіздегі Құдайды мадақтасаңыз, онымен бір тұтас болсаңыз. Сегізінші, өзіңізге жақсылық тілеңіз. Себебі сіздің мен дегеніңіз ол Құдай. Ішіңіздегі Құдайды мадақтаңыз, сыйлаңыз, құрметтеңіз. Себебі ол барлығын билейтін құдіретті күш. Тоғызыншы, өзіңіз биікке көтеріліңіз және әр адамның ішіндегі Құдайды мадақтаңыз. Әуелі өз ішіңіздегі Құдайды мадақтаңыз.
содан кейін басқалардың ішіндегі Құдайды мадақтаңыз.